Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі Тахауи Ахтанов, ол 1923 жылы 25 қазанда Ақтөбе облысы Шалқар ауданында өмірге келген. Әкесінің есімі Ақтан, анасы Дәйлхан, олардың екі ұлдары болған Тахауи мен Сапа. Тахауи Ахтанов қазақ әдебиетінің классигі, рухы биік жазушы, драматург және прозашы. Котпен көркем әдебиет баспасында редактор, бөлім меңгерушісі, киностудияда сценарий бөлімінің бастығы. Әдебиет және искусство жұлдыз журналының редакторы, Қазақстан жазушылар одағының хатшысы, көркем өнер бас басқармасының бастығы, Республикалық кітап палатасының директоры атқарды. Жас жігіт ұстаз болуды армандап Алматы қаласына келіп, Абай атындағы Қазақ педагогика институтына оқуға түседі. Осы аталған институттың филология факультетінің 2 курсын оқып жүргенде ел басына қиын күн туады. Соғыс албырт, арманшыл жас жігіттің намысын оятып, өзі сұранып студент Тахауи қан майданға аттанады. Жалынды қызыл отты майдан шебінде жүрсе де, қолынан қаламын тастамай, әскери газет журналдарға мақалаларын жариялап жүреді. Осылайша жас қаламгердің өмірдегі тұрғысын, гуманистік нысанасын оятуға, қаламының ұшталуына айрықша әсер еткен екінші дүниежүзілік соғыс болды. Адамзат тарихында мәңгілік қайғылы із қалдырған осынау алапат Тахауи Ахтановтың жалпы шығармашылығында ерекше орын алды. Оған дәлел жазушы өз басынан өткізген, көз көрген Ұлы Отан соғысындағы суретті Қаһарлы күндер атты романында жазды. Жеңіспен елге оралып, әдебиетке сағынған құштарлықпен қызыға араласады. Сөйтіп өмірдің сұрапыл соғыстың қиындық мектебінен өтіп келген жауынгер жазушы басқа жолды таңдамай әдебиетке бет бұрады. Өзінің отты мақалалары арқылы жауынгерлерге отаншылдық рух беріп, жеңістің жақындауына қарудың да, қаламның да ұшымен үлес қосқан жазушы. Тахауи бірінші шығармашылық жолын өлең жазудан бастаған. Алғашқы әдеби көркем шығармалар мен өлеңдері майдан газеттерінің беттерінде жариялана бастайды. Қаһарлы соғыс жылдарында да, одан кейін де поэзиядан қол үзбей бағын сынаған. Бір естеліктерінде 5-ші сыныпта оқып жүргенде ең алғаш өлең жазғанын айтылған екен. Оның 1949 жылы шыққан «Жастар даусы» деген Қазақстан жас ақындарының танымал өлеңдері мен поэмаларының жинағына енгізілген. Тахауидің «Майдан лирикасы» деген атпен 16 өлеңі жарияланған. Тахауи Ахтанов 1994 жылы 25 қыркүйек айында 70 жасында өмірден өтті. Ол артына, яғни қазақ халқының тарихы мен тұрмысына өшпес мұра қалдырды. Бүгінгі күні майталман жазушының есімімен Алматы қаласы мен Ақтөбеде қаласында көш атауы бар. Оның есімімен Ақтөбе облыстық драма театры аталады.